33-ші есеп. Шабуылшы 2014-2015 сезонында 21 гол соқты. Ал келесі 2015-2016 сезонында 27 гол соқты. Ойыншы 2015-2016 сезонында соққан голдар саны 2014-2015 сезонында соққан голдарының неше пайызын құрайды? Жауабын бүтіндерге дейін дөңгелектеңіз дейді. Біз былай қарайық. 2014 және 2015 сезонында ол 21 гол соқты. Ал 2015-2016-да ол 27 гол соқты. Енді бізге айтады, ойыншы 2015-2016 сезонында соққан голдар саны, яғни 27, 2014-2015 сезонында соққан голдардың неше пайызын құрайды? 27-21-дің қанша пайызын құрайтынын табу үшін біз бірінші пропорция құрамыз. 21 ол 100%. 27-ның қанша пайыз екенін табуымыз керек. Ол үшін x-қа қарама-қарсы тұрған 21 бөліміне жазылады, ал мына 27-ні 100-ге көбейтіп жазамыз. 27 мен 21-ді 7-ге 3-ке қысқартамыз, бөлімінде 7, ал мұнда 9. Сонда 900-ді 7-ге бөлу керек. Енді 900-ді 7-ге бағандап бөлейік. 900 бөлінген 7. 9-дан аламыз, мұнда 1 бүтін болады. Азайтамыз 7-ні 2. Кішкене мынаны төмен түсірейік. Енді 0-ді қасына түсіреміз. 20-ны 7-ге бөлсек, 2-ден береміз. Азайтамыз 14-ті. Мұнда 6 болады. Енді тағы 0-ді түсіреміз. 60-ты 7-ге бөлсек, 8-ден болады. 8-ді 7-ге көбейтеміз, 56. Мұнда 4. Мына жерде бізде жасырын түрде үтір бар, демек мұнда да үтір бар. Енді келесі 0-ді түсірейік. 40. 40-ті 7-ге бөлсек, 35, яғни 5-тен береміз, азайтамыз 35-ті. 5-ті түсіреміз, 50. 50-дің ішінде 7 рет бар. Азайтамыз 49-ды, сонда 1 болады. Тағы 0-ді түсірсек, мұнда 1-ден береміз. Енді бізге жауабын бүтіндерге дейін дөңгелектеу керек. Қарайық. Бізде жауап 128,571 болды. Бұл жауапты бүтінге дейін дөңгелектеу үшін біз үтірден кейінгі сандарына қараймыз. Үтірден кейінгі сан 571 болып тұр. Егер үтірден кейінгі сан 1 мен 4-тің аралығында болса, біз оны өзгертпейміз, сол күйі қалады. Яғни 128 бүтін болып қалар еді. Ал үтірден кейінгі сан 5 пен 9-дың аралығында болса, онда біз оған 1 бүтінді қосып жазамыз. Демек, 128 бүтін 1000-нан 571 бұл бізге 129 бүтінді береді. Яғни 129 пайыз. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы. Енді қарайық, бізде бұл жерде тағы да 128,5 деген нұсқа бар. Осы нұсқа болуы да мүмкін, сіздер дұрыс деп ойлауларыңыз мүмкін, бірақ ол дұрыс емес. Неге? Өйткені 5-тен кейінгі санға да назар аударамыз. 5-тен кейінгі сан ол 5 пен 9-дың арасындағы сан. Яғни мынау 571-дің өзін біз дөңгелектесек, бүтінге дейін емес, 10-дыққа дейін мысалы дөңгелектесек, ол бізде 128,6 болатын еді. Осыны бүтінге дөңгелектеген кезде ол бізге 129 пайызды береді. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.